Сәлем достар, біз бүгін сіздермен артикуляциялық жаттығуларды үйренетін боламыз. Достар, жалпы сіздерге неліктен артикуляциялық жаттығулар жасау керек екені, біздің сөйлеу аппараттарымыздың көмегімен біз дикцияны жақсарта аламыз. Ал біздің сөйлеу аппараттарымызға ерін, тіс, жақ, таңдай жататын болады. Яғни біз осы мүшелеріміз арқылы артикуляциялық жаттығуларды жасаймыз, және өз дикциямызды жақсарта аламыз. Осы ретте сіздерге айта кетейін достар, егер де сіздер артикуляциялық жаттығуларды балаларға жасататын болсаңыздар, онда 5 реттен, ал ересектер болса, онда 10 немесе 15 реттен осы жаттығуларды жасау керек болады. Олай болса, бірге жаттығуларды жасап көрейік. Бірінші жаттығу бізде сөйлеу аппараттарымыздың ішінде маңызды рөл атқаратын тіл болып табылады. Сондықтан да осы тілмен біз жаттығу жасайтын боламыз. Ең алдымен біз тілімізді алдыға қарай барынша созамыз, ал 10 секунд ұстап тұрамыз. Содан кейін ұстап тұрғаннан кейін қайтадан тілді ішке қарай кіргіземіз. Бірге жасап көрейік. Достар, бұл ретте біздің жағымыз, тілімізде ауырып қалуы мүмкін, бірақтан да ауырғанына қарамастан, сіздер бұл жаттығуды кемінде 5 рет жасап көріңіздер. Достар, бұл жаттығуды негізінен сіздер күніне 10-15 рет жасауларыңыз қажет, бірақтан да алғашында тек қана 5 реттен ғана жасасаңыздар жеткілікті, ал одан кейін барып тіліңіз жаттыққаннан кейін күніне 10-15 рет жасап көріңіздер. Достар, бізде артикуляциялық жаттығулардың ішінде ең оңай жаттығудың бірі бұл тағы да тілдің көмегімен жасалады. Жалпы бүгін біз сіздермен тек қана осы тілге қатысты жаттығуларды үйренетін боламыз. Яғни бізбен бірге сіздер де жасап көріп отырыңыздар. Бірінші кезекте біз тілімізді, бұл жерде біз аузымызды ашпай, тек қана тілдің көмегімен екі ұртымызды ұрғылаймыз. Яғни бірінші оң ұртымызды, одан кейін сол ұртымызды осы тілдің көмегімен ұрғылап шығатын боламыз. Енді қатты емес, бірақтан да қатты ақырында емес, орташа деңгейде осы тілдің көмегімен екі ұртты ұрғылаймыз. Олай болса, бірге жасап көрейік. Мінекей достар, бізде осы жаттығуды орындап көрдік. Бұл жаттығуды да күніне 10-15 рет жасаңыздар. Келесі бізде жаттығу, ол үшінші жаттығу, бұл да тілдің көмегімен жасалады. Ал бірінші кезекте біз сіздермен бірге тағы да аузымызды ашпай, тілдің көмегімен тісімізді тазалап шығамыз. Ең алдымен тістің жоғары жағынан бастаймыз да, төмен жағына қарай, жалпы сағаттың тіліне қарай айналдырып шығамыз. Бірге жасап көрейік. Бұл жерде бізде тілдің көмегімен біз тісімізді тазалап жатырмыз. Яғни сіздер де осылай жасаңыздар. Тілдің көмегімен тісті толығымен айналдырып шығасыздар. Достар, бізде төртінші жаттығу, бұл жаттығуда біз жағымызды қимылдататын боламыз. Олай болса, бірге жасап көрейік. Ең алдымен оңға қарай ернімізді жинап аламыз, үйректің ерні секілді. Содан кейін оңға қарай және солға қарай, оңға қарай, солға қарай жасаймыз.
Достар, осымен бізде бүгінгі жаттығу аяқталды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де өздеріңіз осы жаттығулардың көмегімен дикцияларыңызды өзгертіп, жақсы нәтиже байқап жатсаңыздар, онда маған дайректке жазсаңыздар болады. Өздеріңіздің жалпы кері байланыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.